Үшінші сабақ сонымен ер адамды қалай өзгертеміз, иә? Себебі жалпы бұл жолдасы менің тірегім атты мини курста біз ең бірінші қарым-қатынас құрып үйрендік, сыйлық сұраудың маңыздылығын түсіндік, және қалайша сұрап бастауымыз керек, аз-аздан қандай қате жасамау туралы айтқан болатын болсам, енді үшінші сабақта біз ары қарай жылжимыз, иә? Яғни ең бірінші сабақта айтқан проблемалардың астында, яғни не үшін түсінбейді, не үшін көңіл бөлмейді, не үшін сыйлық сыйламайды деген сұрақтың жауабын білсек, енді мысалы ол ақша аз табады, иә, жалқау, ешнәрсе істегісі келмейді, оны өзгерту керек, қалай өзгерте аламын, қалай бір жаман әдетін қойдыртсам деген секілді де маза бермейтін нәрселер бар, иә, осыған қалай әсер етеміз. Себебі көп жағдайда қарап болсақ, жаңа айттым ғой, ер адамға минималды қажеттілік жабылса, оның өзі жеткілікті, иә. Сондықтан артық, мысалы, бір жұмысына барып келіп, одан артық бір даму, артық бір көбірек жұмыс жасау, ешқандай бір мақсаты болмай, ол төсек тартып жату мүмкін, яғни жаман мағынада емес, яғни мысалы тұрғысы келмей, футбол қарап, жаңағындай немесе әртүрлі ойындар ойнап, немесе құмар ойынға кіріп кетіп, енді әртүрлі салдары болып жатады, яғни осыған біз қалай әсер етеміз, не істесек болады деген секілді, қалай өзгертейік, өзгерту жолы бар ма, болса қандай деген секілді де сұрақтар көп болып жатады, адамдар. Немесе ең соңында бұл сұрақтардың соңында кейде әйелдер өте жаман шешімге де келіп жатады, не үшін мен бұл ер адамды таңдадым, менде басқа таңдаулар көп еді ғой, мысалы не үшін мен мынаны таңдадым, қалай осыны өзгертсем, немесе кетіп қалсам ба деген секілді де жаман ойлар туындайды. Мен әрқашанда отбасыны қалай да сақтап қалуға жұмыс жасаймын, және де ниетім сондай болғаннан кейін жалпы бұл сабақтарда сізге пайдалы болу мақсатында қолжетімді етіп түсірген болатынмын, дегенмен бұнда ер адамға біз қалай әсер ете аламыз, әсер етудің жолы бар ма? Негізінен жоқ. Біз ер адамды қалай да өзгерте алмаймыз, яғни мысалы барлығы бір Алланың қолында, бір Құдайдың қолында дейміз де, бірақ өзіміз Құдайдың орнына өзімізді қойып жатамыз, яғни сен ер адамды өзгерте алмадың, вот мен қазір өзгертемін, қалай өзгертетінді тауып алайын, біліп алайын, аламда өзгертемін деген секілді, жоқ, біз басқа адамды қанша қаласақ та, егер ол адам өзі қаламаса, біз оны өзгерте алмаймыз. Осыны ұғыну керек, сондықтан да егер сіз әрқашанда ол адамды қалай өзгертемін деген нәрсені көп ойлап, көп мазаланып жүрсеңіз, қазір тоқтатқаныңыз абзал, себебі ол бір жақсылық алып келмейді. Бірақ бір жақсы жаңалық, біз басқа адамды өзгертпесек, біз басқа адамға әсер ете аламыз. Ең керемет құнды нәрсе ол осында жатыр, себебі өзіңіз байқасаңыз, мына сабақтардың аясында да біз ер адамды өзгертпедік қой, біз өзіміз өзгеру арқылы, бұл білімді өзіміз түсіну арқылы, өзіміз басқа подход жасаудың арқасында, ақпаратты басқаша берудің арқасында біз әсер етіп жатырмыз, біз барып оны өзгертіп жүрген жоқпыз ғой. Біз өзіміз өзгергеннің арқасында, оған өзіміздің өзгергеннің нәтижесінде пайда болған әрекет, оған әсер еткеннің арқасында ғана ол адам солай өзгереді, Сол себептен сіз қай сабақты айтсам да, біз өзіміз өзгердік, өзіміз ақпарат аз бере бастадық, өзіміз сыйлық сұрай бастадық деген секілді, сондықтан да біз ер адамды емес, қайталап айтайын, өзіміз өзгеру арқылы жолдасымызға әсер етеміз, Бірақ осы жақта туындайтын бір басқа мәселе жатыр, яғни осыны түсінген әйел адам, ода басқа кішігірім проблема, яғни ол басқа ракурспен, басқа фокуспен нәрсеге қарағаннан кейін көбінесе сонда мен өзім не қалаймын, мен осы уақытқа дейін басқа адамды өзгерткім келді, фокустың бәрі сода болды, енді біз фокусты өзімізге қайтарып алғаннан кейін, жалпы мен өзім нені қалаймын, бақытты отбасы мен үшін не ол жолдасымның күндіз-түні жұмыста болғаны ма, әлде менің жұмысқа шыққаным ба, балаларымыздың балабақша болғанында ма, ата-апасында болғанда менде болғаным, яғни сұрақтар көп туындай бастайды, яғни мен жалпы бақытты отбасы концепциясын қалай түсінемін, оған мен қалай жетемін, ол үшін мен не істеуім керек, оған мен қалай әсер ете аламын, мен қалай өзгере аламын деген секілді көптеген сұрақтар туындайды, және ол жақсы, ол дұрыс, себебі менің де осы жолға келуімнің ең алғашқы қадамдарының бірі, мен өзіме өте көп сұрақ қойғам, мен қандай жолдас қалаймын, отбасының қандай болғанын қалаймын, қалай қолдағанын қалаймын, балалардың қалай болғанын, қандай тәрбиеленгенін барлығын қалаймын, сол сұрақтардың бәрін жауабын тапқан кезде менің өмірім әлде қайда жеңілдеп, мен бақытты отбасы, яғни өздеріңіз де көріп отырғандай, бізде барлығы шүкір, жақсы, керемет, Сол себептен мен нақты сенетін тағы бір нәрсе,
қарым қатынастың жаңағыдай қыр-сырын білетін қалаулы әйелге ері кез келген ерлікке дайын. Яғни біз ер адамды өзгертпей фокусты өзімізге алып біз өзгеретін болсақ, біз ол қалайтындай бір әйелге өзгерсек, жаңағыдай қылық қосып, сөздерді басқаша сөйлеп, басқаша әсер етіп, өзімізді дамытып, өзіміз өзгерген кезде ер адам біздің қасымызда біздей әйелді, яғни қамтамасыз ету үшін ол кез келген ерлікке дайын бола бастайды. Сол себептен бізде әйел адамдарда өте үлкен күш дарыған. Көбінесе әйелдер айтып жатады, жаңағыдай барлық жауапкершіліктер қайтадан әйел адамдарға не үшін жүктейсіздер деп. Бұл жауапкершілік емес, бұл үлкен күш, бұл біздің сиқырымыз десек те болады. Яғни мысалы қанша жаңағыдай оқиға аңыздарды қарасақ та, Троя болсын, қандай бір не болсын, барлығын әйел адам үшін жасаған. Яғни әйел адамның бір көңіліне алу үшін, соның бір махаббатына андай дәл келетіндей, соның көңілін өзіне аудару үшін ер адамдар қандай да бір ерлікке барған болатын. Сол себептен бізде өте бір керемет күш дарыған бізге. Сондықтан да бізге ең күштісі, бұл күшті түсінген әйел адам, ол ешбір қиналудың қажеті жоқ. Ешқандай да бір қайтсам, бір құпия заттарды іздеп, ананы істеп, онда еш нәрсенің қажет жоқ. Біз сол күшті түсінсек, біз өзімізді жақсы танып, осы қарым-қатынас дұрыс құрастыра білетін болсақ, соны жасап арқылы еріміз өзгеріп, еріміз біз үшін барлығына дайын болады. Яғни қарап отырсаңыздар, негізінен бұл бақытты отбасының кілті өте қарапайым. Әйел адам ол өзін жақсы танып, өзінің қалауларын және қарым-қатынасты дұрыс құра білген кезде ода барлығы дайын болады. Сол мүмкін емес деп айтатын адамдарға жоқ, барлығы мүмкін деймін. Мысалы, фотода көріп тұрғандай, бізде 2013 жылы қыз ұзату болды, жаңағыдай отбасы құрдық, жолдасымызбен бірге. Кейін бұйырса келесі жыл 10 жыл болады. Мінекей 2022 жыл біз бірге осындай әртүрлі сабақ, видео түсіруге паркке бардық та, әлі күнге дейін бірге қол ұстасып, ешқандай ұрыссыз, жанжалсыз бір-бірімізді қолдап келеміз. Бұндай кезде де кейбіреулер айтып жатады, жаңағыдай, ой, ұрыспай, қалай, ыдыс салтырламай, сынбай тұрмай деген секілді неше түрлі мақалалар айтады. Адам неге сенсе, ол соны алады. Мен соған сенемін. Сол себептен мен бақытты отбасы құруды әу бастан жоспарлап, соған барғым келді. Соған қатысты ережелерді ұстанып, қарым-қатынасы дұрыс ұстанғанның арқасында біз жолдасымызбен әлі күнге дейін және лайым әлі де болашақта бірге тату-тәтті өмір сүреміз. Және бізде қараңыздаршы, біз бірге отбасы, ол маған сыйлықтардың барлығын береді, қалағанымды орындайды, оқимын десем оқимын, тоқимын десем тоқимын, шетелге шықсам шетелге шығып дамып келемін. Бұл біздің қарым-қатынасымыздың берік және нығыз, нақты болуының салдарынан. Және бізде кейбір адамдар айтады ғой, жаңағыдай үйде өз-өзін бірін көтере алмай жатады, ең болмағанда жұмыста бөлек болады. Жоқ, біз үйде де біргеміз, кәсібіміз де ортақ. Мысалы, курстардың барлығын түсіріп, сабақ жасағанның барлығы екеуміз мысалы әрқашанда әрдайым біргеміз. Оның сыртында үйде де бірге, жұмыста да бірге, демалған кезде кино болсын, мейрамхана болсын, балалармен қыдырған болсақ, бәрі ол жақта да біргеміз. Және де тұтас бірге қол ұстасып бір-бірімізді қолдап келе жатырмыз. Әрине, қатты ұрыс ондайға дейін жеткен жоқпыз. Дегенмен кейде түсініспеушіліктер болады, кейде 2-3 күн үндемеуіміз мүмкін. Бірақ ол андай бір 100 күннің ішінде, бір 2-3 айда ары кетсе бір күн болар, не болмас, дегенмен ол андай бір қатты жанжал күйінде емес, тек қана ол үй мәселесіне де байланысты емес. Ол көбінесе жұмыста кейде қай сабақты қалай түсіру керек, қандай ақпарат беру керек деген кезде түсініспеушіліктер болып қалуы мүмкін, бірақ ол тез арада шешіліп кетеді. Себебі мен қарым-қатынасты қалай дұрыс құру екенін жақсы білемін. Ойлаңыздаршы, осы білімнің арқасында сіздер жолдасыңызбен күшті қарым-қатынас құрып, өміріңізде кез келген жаңағы ақшалай болсын, отбасылық болсын, қалауыңыз болсын, арманыңыз болсын, барлық мәселені шешуге болады. Бізге миссиямыз өте оңай, негізінен өзімізді жақсы танып білуіміз керек және жолдасымызбен қарым-қатынас құру ережелерін, қыр-сырларын білетін болсақ, бізде барлығы болады. Сол себепті жалпы мынау жолдасым менің тірегім атты
3 сабақ мини курсымыз былайды тамамдалып соңына жетіп қалыпты. Біз жалпы біраз әңгіме қозғадық. Отбасында берік, бақытты қарым-қатынас орнату үшін өз қалауларыңызды, ер-әйел айырмашылық қарым-қатынас заңдылықтарын білу керек деген оймен осы 3 сабағымызды бітіргім келеді.